Мамырдың мамыражай күнінде жыл сайынғы игі дәстүрмен Тұран университетінің түлектері қасиетті қара шаңырақта бас қосты. Бұл күн тұрандықтардың төл мерекесі, курстас достардың, ұстаз бен шәкірттің өткен тарихына оралуы. Өйткені студенттік өмір әрбір адамның ғұмырындағы ұмытылмас күндер. Жалынды жастық шағыңның, жарқын жылдарының тәтті естелігі. Ең бастысы, жарқын болашағыңа жолдама берген алтын ұя. Біз үшін бүгін маңызды күн. Біздің түлектеріміз келіп, осы бізді қуантып, университетіміз өскеуінің жеткенін танысып, біз енді қуанамыз. Қарасаңыздар, өмір бойында көбісін білеміз. Мы знаем ваши биографии замечательные, многие из вас, не скажу всех, но большинство. Мы часто видим на различных форумах, различных мероприятиях, компаниях, фирмах, когда подходят, вы уже знаете, я где-то увидел. Я за прошлое учение диплом, не запомнил такие. Везде радуют. Наши компании говорят, да, выпускники университета Туран всегда на высоте. Жақсы, өзім біліммен, еңбекқорлығымен көрнекті орындап келе жатыр. Айта кетейік, Тұран университетінің дипломына ие болған әрбір түлек бірден Тұран зерде қауымдастығына мүше болып шығады. Бүгінде бірі депутат, бірі әкім, прокурор болса, енді бірі іскер кәсіпкер, халықаралық компания басшысы, дарынды шығармашыл тұлғалар. 31 жылдық тарихы бар білім беру корпорациясы бүгінде оқу ісінің үздігі болып, білікті мамандарымен де, талантты шәкірттермен де мақтана алатын биік дәрежеге жетті. Я Туран заканчивал в 2010 году. Мне очень приятно, что здесь существует такая добрая традиция ежегодно, чтобы все выпускники собирались. Очень хороший вуз. Все студенты здесь получают лучшие знания, которые искусно, хорошо применяют в практике в жизни. Туран дал мне много друзей, хорошие знания, коммуникабельность, которую мы сегодня применяем повседневно в нашей жизни. Я очень рад сегодня, что являюсь членом большой семьи под названием Туран. Закончил магистратуру Турана в 2017 году по специальности юриспруденция. Сейчас занимаюсь общественной деятельностью, а также коммерческой деятельностью. Являюсь директором по развитию сайта Закон.kz, а также являюсь членом политбюро партии «Зеленых Байтак» и членом политсовета, общественного совета города Алматы. Благодарен преподавателям и всему коллективу университета Туран за те знания, которые дают, которые несут из года в год для молодежи, да, но и не только для молодежи. Желаю нашему университету только процветания, подниматься в рейтингах мировых университетов, да, давать знания мирового стандарта, стать известными, как тот же самый Оксфорд, Гарвард. Да. А студентам хотел бы пожелать ответственно относиться к образованию, к своей учебе, ходить, конечно же, на занятия и, конечно же, в том числе заниматься саморазвитием, ну и не пропускать пары. Выпускник университета Туран 1998 года, факультет бизнеса и менеджмента. Это первый выпуск дневного отделения университета. Туран, как говорится, дал путевку в жизнь, а я на сегодняшний день являюсь вице-президентом компании «Кёнигагель», международная группа логистическая по проектам в нефтегазовой сфере. Помимо этого, я являюсь коммерческим директором компании «Логистик Центр», большая группа компаний «Ориент». Я доктор наук, закончил PhD. Основа, база, все равно это альма-матер, Туран. Кардинально изменился, конечно, университет. Когда я учился и когда мы заканчивали, это было 4 факультета по, я не помню, 15-20 человек, может быть. Это были маленькие съемные помещения. Это было самое-самое начало. Поступали мы в 1994 году. Сложное время было для страны, да и в мире в целом. Вот, и сейчас огромный университет, очень много людей, много молодежи.
Иә, ел тәуелсіздігімен құрдас, еліміздегі ең алғашқы және ең ірі жекеменшік жоғарғы оқу орнының түлектері де ерекше. Өйткені олар үкіметке қол жаймай, білім мұхитында дауылдарға қарсы дара жүзіп, бүгінде мүйізі қарағайдай еңселі білім ордасына айналған Тұран университетінің ең алдымен еркіндігінен нәр алған азат ойлы жастар. 2017 жылы Тұран университетін тамамдаған болатынмын. Қазіргі таңда мемлекеттік оқу орнында жұмыс жасаймын. Біздің универ сондай керемет. Мен бұл жерде оққаныма өте қатты қуанышты болдым. Өйткені біздің университетте көптеген жаңағыдай халықаралық программалар бар. Көптеген жаңағыдай активный студенттерге көптеген нелер береді, возможности дают. Потому что мен өзім сол Тұран оқып жүрген жылдары Наурыз джем деген сияқты сондай студенттердің жаңағыдай активный нелеріне қатысқан болатын. Сол сағыныштың әсерімен осы университетімізге келіп қалдық. Өте қуаныштымын. Қазір ағайларымызды, апайларымызды көріп жатырмыз. Бізге берген кураторымыз Жандос Сабыржанович өте сағындық ағайды. Көрісіп, сондай бір ностальгия сезімде болып тұрмыз. Біз Назеркемен бірге оқығанбыз. 2017 жылдың түлегіміз. Қазіргі күнге дейін университет бізді байланыстырып, бүгінгі дейін и доспыз, және коллегада болғанбыз кезінде. Бүгінгі күнге дейін араласамыз. Мені осы встреча выпускников алып келгенде Назерке өзі осындай университеттің бүкіл мероприятияларын қарап жүреді, инстаграмнан қарап жүреді, тиктоктан қарап жүреді. Өзі активный, университет кезінде активист болған. Менің де өте жылы воспоминанияларым бар. Университетпен байланысты, университетпен арқылы көп грантқа түстік. Мысалға бәріміз мемлекеттік грантты ұтамалған үшін ректордың грантын отқан болатын. 100% грантпен оқыдық. Сол үшін рахмет айтамыз Рахман Алшанович осындай мүмкіндік бергендігіне. Және де тіл жағынан ағылшын, түрік тілін үйрендік. Турцияға барып келдім, Венгрияға барып келдім. Барлығы фундамент лицейден және университеттен деп ойлаймын өзім. Рахман Алшановичке өте көп рахмет. Өйткені сондай, мысалы, бітіріп жатқан түлектердің, мемлекеттік грантқа түсе алмай қалған түлектердің жаңағындай көбісі осы жерден ректорлық грантта оқып, өздерінің потенциалдарын ашып, осындай білімді болып жастарды қолдауына мен өте қатты қуаныштымын. Рахман Алшанович, сізге мың алғыс.